Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте оңай әрі жұмсақ рулет жасаудың жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бізге керекті заттардың бәрін описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен 3 жұмыртқамызды миксермен араластырып аламыз жақсылап. Жұмыртқамыздың үстіне 90 грамм шекерімізді саламыз. Екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Шекеріміз еру керек. Келесіде ұнымызды саламыз. Бұл жерде де ұнымыз 90 грамм. Жақсылап араластырып аламыз. Оны да іртік болмау керек. Ондан кейін бізде разлохетел саламыз. Бір разлохетел жетеді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, бар болған 3 заттан тұратын керемет жұмсақ рулет жасаймыз. Бізде қамырымыз дайын болғаннан кейін тестіміз табаға пергамент қағазымызды төсеп, осыған массамызды құйып шығамыз. Массамыз осындай болады. Қою емес, сұйық емес, орташа болады. Жақсылап жайғастырып аламыз. Жайып қасықтың көмегімен. Міне массамыз дайын болды. Бұны біз қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутқа қойып алатын боламыз. Тез піседі. Піскен піспеген көру үшін, яғни білу үшін тіс шұққыштың көмегімен көруге болады. Яғни қамыр жабыспай шықса, онда бізде тестіміз піскен болады. Беті де сарғыштанып, қоңырлана түседі. Естеріңізде болсын, иә? Бізде тестіміз дайын болады, 15 минутта. Ол дайын болам дегенше бізде арасына салатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін мен ақбереке сметананы пайдаландым. 3 ас қасық. 3 қасық сметанамызға шамамен 2 ас қасықтай шекер салдым. Екеуін жақсылап араластырамыз. Шекеріміз еру керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 10 минутқа, яғни тестіміз піскенше, пирожныйымыз піскенше неге холодильникке салып алатын боламыз. Қарап тұрсаңыздар, әдемі қоймалжың крем пайда болады. Бұл жерде қатып қалған заңдылық жоқ. Кез келген кремді пайдалана беруге болады. Міне бізде дайын болды, яғни пісіп шықты. Қағазымыздан аламыз. Өте жұмсақ, қарап тұрғандарыңыздай байқап, пергамент қағазымыздан алатын боламыз. Оны ыстықтай, естеріңізде болсын, ыстықтай майлыққа орайтын боламыз. Қарап тұрғандарыңыздай майлыққа жайғастырып аламыз. Бір 10 минутқа ғана қойып, яғни суығанша өзі тез суитын болады. Осылай орап шығамыз. Міне бізде дайын болды рулетіміз, яғни суыды, орағасын икемге де көрініп тұр. Осыған енді біз кремімізді жағатын боламыз. Біркелкі етіп, ашық жер қалдырмай, теп-тегіс етіп кремімізді жағып шығамыз.
кремді жағып болғаннан кейін осылай пакетке орап қоямыз 10 минутқа, себебі бізде крем сіңу керек арасының бәріне. Бір 10 минутқа қойсақ жеткілікті. Міне бізде дайын болды. Қарап тұрғандарыңыздай өте әдемі, нәзік, өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, өте тез дайындалады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіз. Қоңыраушаны баса отырыңыз, себебі менде алдағы уақытта жақсы рецепттер шығарып тұратын боламын. Ас болсын.